Үшінші бөлім. Бұл дақпырт қауым елге жайылып кетіпті. Сонымен 30 күн ойын, 40 күн тойын қысқартып жалма жан күйеуді отауға кіргізбек болады. Әйелдер жағынан 2 келіншек суырылып шығып, күйеуді қолтықтап отауға қарай алып жүрмек болады. Ал тағаты таусылған әлгі қотыр борсық да бүрсеңдеп босағаға жетіп келеді. 2 жеңгесі үйге кіргізген соң борсық саусақтарының арасына қазықты қысып алып, әсем де сәнді тігілген жібек шымылдықтың ішінде ақ ұрып жабығып отырған хан қызының жанына сып етіп жетіп барады. Күйеу жетті деген сөзді естіген қыз әлден уақытта есін жиып бағдарласа, баяғы қотыр борсық шошайып отыр екен. Қыз есікке қарай тұра қашпақ болғанда, борсық шап беріп етегінен ұстап жібермей қояды. Қыз есінен қайта таныпты. Міндеттерін өтеп болған соң жеңгелері сытылып отаудан шығып кетіпті. Шымылдық ішінде борсық және есінен таныған хан қызы ғана қалады. Қыз түн ортасында есін жиып қараса, ай мен күндей бір сұлу жігіт жатыпты. Жігіттің сұлулығына қарап есінен таныған қыз жүрек жарылып кете жаздап, бірден күйіп жанып ғашық болады. Жігіт шырт ұйқыда жатыр еді, тез оянар емес. Қыз қатты таңғалады. Қыздың тағаты таусылып, ақыры жігітті епте оятып, аппақ сүйріктей қолдарымен мойнына шырмауықша орала кетеді. Сонда жігіт тұрып: «Сен мен келгенде шала бүлініп, есіңнен танып едің. Енді мойныма орала кетуің қалай?» деп сұрайды. Сонда қыз: «Сен әуел баста адам сымбатыңмен келмей қотыр борсық боп келдің. Лезде адамзаттың асыл задасына айналып отырсың. Мұнда нендей сырың бар?» деп жабысып мәнін түсіндіруге асықтырады. Сонда жігіт: «Қалқам-ау, сен ешкімге айтпасаң, сырымды бір өзіңе паш етейін» дейді жігіт. Қыз аузынан шығармай сыр сақтауға уәде береді. Сонда жігіт тұрып: «Мен атақты сиқыршы Сұлтан патшаның баласымын, атым Әубәкір. Әкем бірнеше әйел алып, қаншалаған ұл қызды болған екен. Барлығы да ел көзін сүріндіретіндей сұлу болғандықтан, елдің тіл көзі тиіп қатарға қосылмаған екен. Күндердің бірінде ең кіші әйеліне мен толған екенмін. Олар мені жер бетінде тірі жүрсе екен деп, сиқырлы оқумен қотыр борсық кебін кигізіп қоя беріпті. Ол сыр ешкімге айтылмауға тиісті еді. Сен құсаланып өліп кете ме деп айтылмаған сырды саған айтып отырмын. Бұл сырды пендеге айтатын болсаң, менен күдеріңді үзе бер» деп қыздан уәдесін алады. Осылай әңгімемен таң атып кетеді. Шымылдық түріліп, борсық тысқа шығады. Жеңгелері қыздың қандай күйде екендігін білу үшін келсе, қыздың қабағы ашылып, жарқын жүзіне күлкі ойнап, күндей жадырап, айдай ажарланып қалыпты. Қыздың бұл бейнесіне жеңгелері қабағат қатты таңырқап: «Бұл қызда жын соғып қалған екен. Қотыр борсықтың қойнына жылап кіріп, күліп шыққаны несі?» деп сырттай сыбайды, табалайды. Сөйтіп қыз тойы көңілсіз кірбеңмен, кідіріссіз өте шығады. Бірақ қыз көңілі жадырап, жарастықты аңғарта береді.